Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен Жұлдыз. Бүгін сіздермен өте дәмді, оңай жасалатын мясо по-тайски тағамының рецептімен бөлісемін. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен етімізді төрт бұрышты етіп турап аламыз. Сосын дәміне қарай кішкене тұз себеміз, қара бұрыш себеміз, қызыл бұрыш және паприка себеміз. 2 ас қасықтай соусымызды құйып, жақсылап араластырамыз. Сосын бетін жауып холодильникке жарты сағатқа қойып қоямыз. Оған дейін тәтті бұрыштарымызды турап аламыз. Мен 4 бұрышты етіп турап алдым. Қызыл тәтті бұрышымызды солай 4 бұрышты етіп турап алдым. Пиязымызды тураймыз. Чесногымызды тураймыз. Сосын сәбізімізді турап шығамыз. Қызып тұрған табағымызға етімізді салып қуырып аламыз. Бетін жауып қоямыз. Соусымыз тартылғанша қуырамыз. Соусымыз тартылған соң пияз бен чесногымызды қуырып аламыз. 5-10 минуттай болған соң, егер де асты жабысып жатса, кішкене ғана су құйып 2 минутқа бетін жауып қоямыз. Сосын сәбізімізді салып 15 минуттай қуырып аламыз. Тәтті бұрыштарымызды қуырып аламыз. 5-7 минуттай жетеді. Көп қуырудың қажеті жоқ. Сосын қиярымызды салып 5 минутқа қуырып аламыз. Бетін жауып қоямыз. Тағамымыз дайын болды. Өте дәмді шықты. Сіздер гарнир ретінде күріш немесе кеспені дайындасаңыздар болады. Өте дәмді шығады. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып қоюды ұмытпаңыздар.